Жалпы өткен жылғы қант қызылшасы саласы бойынша атқарылған жұмыстар бойынша айтып өтуге рұқсат етіңіздер. Жалпы Жамбыл облысында 2020 жылы ауыл шаруашылық дақылдары 762-де 5000 гектарға орналастырылса, оның ішінде 10,8 мың гектары қант қызылшасы егілген. Мынау қуаңшылыққа байланысты оның 6,2 мың тоннасы гектары жарамсыздыққа ұшырап, нақты жиналғаны 4,6 мың гектарды құрады. Одан алынған өнім сағзауытқа өткізілгені бар 192-де 4 мың гектар, 4 мың тонна. Міне, мына жерде қарап отырсаңыздар, осы қант қызылшасының өніміне завод арқылы мемлекет тарапынан 4,2 миллиард теңге субсидия төленді 2023 жылы. Оның ішінен бұған қосымша завод тарапынан кеше заводқа звондап білгенде где-то 2 миллиардқа жуық завод төлеген, 4,2 миллиард біз жоқ, 2 миллиардқа жуығын завод төлеген. Оған қосымша 680 миллион теңгесін жаңағы тасымал бар ғой, 5 теңгеден төлейтін. Сол 680 мың теңге төленген, миллион теңге төленген. Содан кейін өздеріңіз білесіздер, былтыр 2022 жылы өніміне завод 15 теңге, мемлекет 15 теңге бөлетін. Осы 2020 жылдан бастап 40 теңге өсті. Яғни завод 15 теңгесін төлейді, 25 теңгесін мемлекет төлеп береді сіздерге. 2024 жылға жоспар, биылғы жылы 9,8 мың гектар жоспарлап отырмыз. Одан алынатын өнім болжамдық көрсеткіші 384-те 8 мың тонна. Облыстан бөлініп қарастырылған қаражат 2,де 3 миллиардты құраса, болашақта 8,де 6 миллиард теңгені үкіметтің резервінен сұрайтын боламыз. Келесі бетке ауыстыру ғой. Мына жерде қарап отырсаңыздар, 2020 жылы жалпы қызылшадан жиналған аудандар бөлінісіндегі көрсеткіші. Егілген көлемі, жарамсыздыққа ұшырағаны, одан жиналғаны, орташа өнімділігі, жалпы түсім, оның ішінде қант зауытқа өткізілгені 190-да 5 мың тонна қант зауытына өткізілген. Қант қызылшасына еккен аш-төлердің саны, шаруашылықтардың саны. Келесі. Жалпы субсидия нормалары бойынша айтатын болсам, инкрустированный тұқым түріне 18,795 бір пачкасына, бір пассивный единицаға. Дрожжированный қабықталған 34,424 теңге, полудражжігі 24,058 теңге. Жалпы анализ, қысқаша былтырғы жылмен анализ жасайтын болсақ, 9,800 пассивный единицаға субсидия 268 миллион теңге. Центре? Көрінбей аламын деп атым. Жалпы өткен жыл 9800 себу бірлігіне 268 миллион теңге субсидия төленіпті. Енді бұл жерде сіздерге айтатымыз, барлығыңыз егесіздер ме, қант қызылша? Енді егесіздер ме? Лекпедіңіздер ғой. Жақсы. Мынандай бір қызықты факты бар. 2022 жылы 5-те 4 мың гектарға қант қызылшасының өнім жиналады, ал оның өнімі 136 мың тонна болады. Биылғы жылы, 2023 жылы 4-те 6 мың гектардан өнім жиналады, ал оның өнім көрсеткіші 60 мың тонна көп, яғни 192 мың тонна. Яғни бұл жерде шаруалардың тұқым алу кезінде жаңа сауаттылығын байқауға болады, шығымдылығы тұқымның. Мына жерде көріп отырсаңыздар, біздің облыста тұқым сатуға аттестатталған, қант қызылшасын тұқымын сатуға аттестатталған кәсіпкерлер. Қарап отырсыздар, мысалы Агротаймс, БТС тұқымын егеді, американский тұқым егеді. Чекпойнт былтырғаны жаңадан қосылды, Франциядан әкелінген тұқымдар егеді. Одан кейін Prime Seeds, біздің Мерке қант зауытымен бірге жұмыс жасайды, КВС тұқымдарын сатады. Абжапаров Досжан Әлмұхамедұлы деген жаңадан қосылды, аттестация алған бізден. Бірақ бұлар көп сатқан жоқ былтыр. 1000 пассивный единица әкелді, субсидияға заявка берген санаулы ғана болды. Себебі бұлар әлі ешкім танымайды ғой. Ең бастысы мыналар міне. Экспланта Алматы облысынан келген. Германский тұқымдар егеді экспланта. Одан кейін Агрономат деген бар. Тараз қаласында аттестация Жамбыл облысынан өткен. Бұлардан да өте аз көлемде субсидияға заявка берілді. Әлем Агро, бұлар КВС тұқымдарын егеді. Бұлардың тұқымдары 96 мен 350 мың теңгенің арасында құрайды бір пачкасы. Өте қымбат тұқымдар. Ана ішінде нелер бар, минерал тыңайтқыштармен жаңа бірге жүреді. Одан кейін Алматы облысында отандық өзіміздің өндірушілер, қамқорлық деген жаңа 14 мың теңгелік тұқымдар бар.
соларды өндіреді. 14 мың 8 мың теңгеден алғандар бар. Бұлардың енді шығымдылығын аны Талас ауданында биыл бірінші рет екті, где-то бір 30 гектардай екті. Ол жақтағылар анау су жетпеді, Таласта су болмады, сонымен құрғап шықпай қалды олар енді. Биылғы жылы мынау қант зауыты кешегі облыс әкімінің орынбасарымен жиналыс болды Қанатбек Қажыбековпен. Сол кезде Меркі қант зауыты 2 мен 3 мыңның арасындағы КВС тұқымдарын шаруаларға тарататын болды. Бұл жерде бұлар основном жаңа өздері сенімді шаруалар бар ғой, өнімнен береді. Сізге қарызға береді мысалға. Сөйтті сіз кейін өнімнен оған ақшасын төлеп бересіз. 2 мың пассивный несі. Мына жерде мына қарап отырсаңыздар, бұлардың биылғы жылы облысқа жеткізетін тұқымдардың көлемі. Мысалы мына Агротаймс 5 мың пассивный несі жетсем деп отыр. Жоспарлары да қазір бір 2-3 мыңға уже договорлары бар көрінеді. Егер сұраныс болса тағы жеткізіп береді. Ең бірінші тұқым қай жақтан алсаңыздар да, Алматы облысынан алсаңыздар, облыстан алсаңыздар да, тұқым сататын шаруалардың аттестациядан өткен ба, өтпеген ба, соны анықтап алу керек. Субсидияға заявка беру үшін. Мейлі қызылша егіңіздер, мейлі жүгері егіңіздер, мейлі бидай егіңіздер, арпа егіңіздер, барлығын тұқым сатып алған кезде аттестацияға сен мысалға келесіз, Нұрдәулет, сен аттестациядан өткенсің ба? Жоқ, өтпеген. Өтпесеңіз онда субсидияға заявка бере алмай қаласыз. Ол мейлі супер элита алып келіп егіңіз. Мемлекетке субсидияға заявка бере алмай қаласыз. Бірінші очередь соған қарау керек. Одан кейін субсидияға ектіңіздер, сразу тұқым сатушылармен договорға отырасыздар ғой. Договорға отырған кезде құжаттардың бәрін нақтылап алу керек. Счет, фактура, договор, справка о кондиционности деген бар. Жаңағы зертханалар береді. Казагрекс деген зертханасы, аудандық зертханасы бар осы жақта. Соқтан өткізіп береді тұқым несін, сараптамадан шығымдылығын деген сияқты. Сосын халықаралық нелері болады бұлардың. ИСТА деген сертификаттары болады. Сол жақты қарап алу керек. Одан кейін көп шаруалар былтыр кездесті. Бар ғой, әр районда бір помогайкалар болады ғой. Жаңа субсидия заявка өткізіп беретін компьютерден, біреулер компьютер білмеуі мүмкін деген сияқты. ЭЦП-сын береді. Вообще ұмытып кетеді өзі берген. Ана жақта қыздар заявка береді, звондасаң сол қыздар алады. Шаруаны өзімен тіке сөйлесе алмайсың. Бұл құжаттар дұрыс болмай қалады да, бір жерде печать көрінбей қалады, бір жерде бір нумерациясы көрінбей қалады. Соның бәрін нақтылау керек. Шаруаның өзінің номерін тауып звондасаң, білмеймін мен анау қыздарға бергем. Анау бір ақша түсіп жатыр дейді, әйтеуір счеттарына не ақша түсіп жатқанын білмейді. Сондай да ситуациялар болған, сондықтан соған қарау керек. Екінші рет қайттан заявка бергендер бар. Мысалға ше, бір рет алып алып, біз білмейміз ғой, мысалы, мыңдаған заявка түседі бізге. Оның бәрін мынау қайттан берді ғой деп қарап отпайсың ғой. Бірақ ондай кезде уже ондайлар қайталанатын болса, уже анау тексеруші органдардың несіне назарына ілгестірді уже. Сосын биылғы жыл мынандай жағдайлар отыр. Енді бізде барып тексеру құзыреті жоқ бізде. Мысалы, сіз егесіз барып, сіздің поляңызды барып екті ме, екпедім қарай алмаймыз. Өйткені естіген шығарсыздар, космомониторинг деген ғарыштан поляны қарайтын базаға енгізіліп еді ғой. Оны 2026-ға дейін шегеріп тастады енді қазір. Біз барып көре алмаймыз. Кадастровый номерді көрсеткен кезде поляның біреулер пастбищені, жайылымды көрсетіп жіберген. Біреулер багараны көрсетіп жібереді деген сияқты. Соған мұқият болу керек. Мысалы, уже бізге прокуратурадан представление келіп жатыр. Мысалы, мына шаруалар жаңа жер қатынастар басқармасына данныйын берген кезде АСГ-дан шығып тұрады да, ол ше жайылым жерге, қалай жайылым жерге егеді ол? Қалай оған субсидиялар? Сұрақтар туындауы мүмкін да. Сол жағында нақтылап алыңыздар. Мен қысқаша айтарым сол, енді басқа сұрақтарыңыз болса, кез келген қызылша бойынша. Примерно жобамен оның бағасы неше болып КВС-ке бір 90-100-ге барады ғой. Где-то 60 пен 100-ның арасында деп айтайын. Әлі белгісіз өткен шетелден әкелген жоқ олар. Қазір тұқым жетіспеушілігі де орын алуы мүмкін. Былтыр чекпоинт деген франциялық тұқымдар алған 43 мың мен 90 мыңның арасында тұқымдар. Оларға СПК арқылы ақша аудардық та шетелге сөйтіп сояқтан алдырдық. Сөйтті да көп шаруалар осы неден чекпоинттан алды былтыр. Мынау Агротаймске қымбат мысалға. Шығымдылығы жақсы, Бандаренко деген шаруа жалып бар екен осында. Меркеде аға жақсы алды деді осы неден. Агротаймстың. Бұл субсидия взял, да? Жоқ, өнімділігін айтам, өнімділігін. Өнімділігі ше. Шығымдылық. Сол кісі жақсы алды деді. Ана бір чат, ассоциацияның чаты бар ғой, сіздерде бар ма? Чатта отырасыздар ма? Сол жақта жіберіп отырады өнімдерін.
Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Не бойынша? ГСМ бойынша. ГСМ бойынша биылғы жылы 10,8 мың тоннаға заявка берілді. Неге ше? Соляркаға. Қазір осы энергетика министрлігінен не түсет? Әр айға бөлінген, ақшасы бекітілген нормасы түсет әр облысқа. Одан кейін біз өзіміз басқармада конкурс ұйымдастырамыз да, операторларды бекітіп, одан кейін әр аудандықын бөліп береміз. Кейін қазір барлығы электронды болғаннан кейін маған мұқият қарау керек. Жаңағыда аудандағы осы ауыл шаруашылық бөлімдері бар ғой. Мысалы Шу ауданының ауыл шаруашылық бөлімі бар. Сол жаққа барып, Гүлнар деген мамандар бар, сол жаққа барып сұрау керек, консультация алу керек. Прямо сіздер бізге келе алмайсыздар ғой. Сол жақтағылардың бәрі білет заявка беруді. Сол жақта көрсетеді. ГСМ-ге заявка бердіңіздер ма? Араларыңызда бар ма? Бердіңіз ба? Жоқ, бергенде бағасы бағасы қазір примерно көп разница болмай тұр ғой, мысалы 20 теңге былтыр қанша теңге? 20 теңге болды. 20 теңге болды. Былтыр 295-тен болды нарықтағы бағасы мысалға. Райондардағы бағасы 260-тан болды. 35 теңге. 20 теңге бар. Одан кейін тағы бізде бензовозмен болмасаң бұлар құймайды. Бұл жерде ше мынандай проблема болып тұр қазір. Бұрынғы кездері кімдер операторлар ұтып алатында, өздерінкін сатшы беретінде, егер сұраған кезде өздерінің мемлекеттен келген сатшы беретінде, кейін бір тексеріс келген кезде өзінің ана несіндегі қоймасындағын көрсете салатын. Қазіргі осы именно ауыл шаруашылығына бөлінген ГСМ немен келеді, кодпен келеді, оны ешқайда сата алмайды ол өйткенше. Бізде, например, 2 тонна 3 тонна аламыз ғой. Бензовозға барсам, бензовоз жалдайсың оны. Одан кейін заправкаға келдім, талонға бірдеңе берсең ыңғайлы болады еді бізге сол кеп алғанда. Сіздерден заявка беріп қойған кезде, бірінші ауыл шаруашылық бөлімдеріне барыңыздар да, списоктан қараңыздар, списокты албаңыздар қолдарыңызға. Мен заявка бар, беріп қойғам. Сөйтеді, олар анау Госагро деген не бар ғой? Субсидиялау жүйесі бар ғой? Сол жақпен интеграция болады да, қарайды да, бар ма списокта, жоқ па қарайды сізді. Бар болса босатып береді. Бензовоз ғой. Нефтебазға барасыздар, менде 3 тонна алу керек болса, нефтебазға 3 тонна алу бар. Бензовоз жалдауым керек та мен. Бензовоз былай барсам, ана бочкаларға құймайды. Майда бочкаларға ма? Майда бочкаларға. Бізге сол ана именно бізге ыңғайлысы, заправка келдің, 500 литр керек па, алдың кеттің. Сіз бөліп алған ыңғайлы ма сізге сонда? Бөліп алған ыңғайлы. Жақсы, бұл енді ұйымдастыруға болатын мәселе негізі. 3 тонна алдым, 2 тонна алдым. 3 тонна алсын бір баламен барып келсем да, бұл 2 тонна алады, 5 тонна барамыз. Келген кезде 1 литр манағын кетіп алды ма, 1 литр маған алды ма, екеуміз бейттірамыз. Екеуміз қаластың өтін болайды деп көпсінші бәрі керек жоқ дейді да. Жоқ, алда жаңағы 200 литр бочка алатымен болады. Түсініп тұрмын. Одан ең дұрысы бізге, например, талон алатын болсақ, бізге сол күні болады. Талон алатын болсақ, например, Батай заправка бар, басқа заправка келдің, талоныңды бердің, алып кете бересің бе уже. Бізге сол күні болады да бізге. Талон баяққа нефте бар өздері ала береді. Ата қала үлкендер уже ала береді да. Бізге сол бір, сол нәрсе сұрақ бар менде. Тоже чаттан сұрап отыр да. Если нет земли, но хочу трактор купить или комбайн для оказания услуг, субсидируют? Жоқ, жеріңіз көрсетесіз обязательно. Потом, есть ли ограничения по количеству приобретаемой техники в зависимости от количества земли? Жоқ, ограничение жоқ. Егіс жеріңіз болса болды, пашня болса болды. Біріншіден қатарыңыз ақшаға, екінші залогыңызға бағаға барғансыз. Енді анда бөлініп талдауын жақта қымбаттайды деп заводқа өткізу бағасы ма? Енді айта алмаймын ол жағы. Норма бәрімізге облысқа бірдей түседі. Бәріне бірдей түседі ол, айта алмаймын. Мүмкін ол жақтағы қант өндіретін завод мүмкін бағасын көтеру мүмкін. Өйткені олар бизнесмендер ғой, частный. Олар көтеру мүмкін. Бірақ мемлекеттің нормасы бірдей ғой, 25 теңге жаңағы. Өсетін болса, онда сіздерге де айтамын, бағасы өсейін деп атамын. Қан завод, бағаны көтермейді. Осыдан 5 жыл бұрын
10 теңге болады. Енді біз оған араласа алмаймыз ғой. Қымбатта ол кезде 150 теңге болады. Қазір қант 300 теңге. Неғып қосмайды? 5-ақ теңге қосты. Биылғы жылы қоспайтын шығар, өйткені бар ғой, қанттың бағасы түсіп кетті негізі. Дәл қазір қант зауытында 18 мың тонна қант тұр екен, өтпей тұр екен. Өткізе алмай тұр бәрі. Субсидия бере ма қант қызылшасын өсірген үшін? Иә. Қанша береді? Тұқымына бір бөледі. Тұқым мынау 3 түрлі тұқым болады, мысалы, инкрустацияланған, қабықталған және жартылай қабықталған. Бір пачка алатын болсаңыз, мысалы, инкрустацияланған тұқым, мысалы, 40 мың қалдыңыз, например. Соны 18 мың теңгесін төлеп аласыз, төлеп береді. Мынаны бір 70 мың алсаңыз, жалпы негізі 50% қой жалпы. Сосын несіне өтсеңіз, қант заводқа өтсеңіз қой өнімін. Қант завод сізге 15 килограммына 15 теңге төлейді, мемлекет 25 теңге төлейді. Сонда общий 40 теңгесін төлеп береді. Ол кезде өкімет субсидиясы 10 теңге болады. Иә. Заводтікі 10 теңге болады. Осы 5 жыл болады. Түсініп тұр ма? Жолға Жолға 5 теңге төлейді. Жолға, иә. Мен айтып отырмын ғой, биыл 5 ауданның өзінде жолға 680 миллион төлепті. Ал енді Жолдың өзіне. капельный орошениені істеген үшін қанша субсидия? 50% аласыз оған. 50%. 50% аласыз. Жақсы ғой. Бірақ не қылғаннан кейін, сатып алып келіп орнатқаннан кейін бірақ аласыз ғой. Кейін заявка бересіз. Жоқ, жақсы ғой. Нені айтасыз? 20%. Қайтарып қаншаны қайтқан. Капельный ма? Жоқ, ана қаншаны Қылшан айтып. Жоқ, дәл осы Госагро жаңағы жүйе бар ғой, портал. Сол арқылы заявка бересіз. Егер жақсы білетін адам тапсаңыз, келмей қойсаңыз да болады, неге? Ауыл шаруашылық басқармасына. Жалпы ауданда неге субсидия жүрмейді, аудандық бөлімдерден. Соны біліп алыңыздар. Бірақ олар бағыт береді сіздерге. Кеңес береді, бағыт береді. Бізбен байланыстыру мүмкін. Кез келген уақытта звондай беріңіздер. Лучше жаңағы қант қызылшасы ассоциацияға кіріп, сол жақта сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіз болады ғой. Өйткені сол ассоциацияда бізде облыстың зам әкім бәрі. Қызылшасына да, чтобы оны өсірту үшін. Аха. Оның несіне, жаңа лентасына ғана бере ма, жоқ әлде бұл оборудование? Бұл оборудованиеға береді ғой сіздің алып келгеніңізге. Сатып алғаннан кейін. Системаға береді. Сол системаға береді, иә. Егер жаңа орнатуы да бәрі орнатуыңыз келмейді, тек қана ненің құнына ғана төлеп береді ғой, оборудованияның құнына ғана. 5 миллион қашаңыз, сол ғана береді. түсінікті. Жоқ, 50% ол жақсы негізі. 20% па сондай? 80%-ға көтеріледі деп былтыр әңгіме болған негізі. Биыл енді мүмкін өзгеріп қалуы мүмкін. Техника, уборочный, жаңа сеялка, оған 30% төленіп отыр едім оған, қателеспесем. 25 пен 30-ға. Сатып аласыз, содан кейін бар. Бірақ кейбір бір программасында техниканы өзің залогқа қоясыз да, өзін аласыз да, өзін залогқа қоясыз да, соның 30%-ын тағы төлеп береді сізге. Залог қоймайсыз да, получается, басқа. Техниканы өзің қоясыз. Сөйтіп ала бересіз. Лизинг алған сияқты. алған техниканы қайттан залогқа тұра береді ғой. Үйіңізді залогқа қоймайсыз ғой, получается. Ақшаны сатып алсаң, 30%-ін саған төлеп береді. Наличка алатын болсаңыз 30%. Егер жаңағыдай программамен алатын болсаңыз, залогпен алатын болсаңыз, техниканы өзін залогқа қойып ала берсеңіз болады. Қазір енді қазіргі неде мына уборочный прицепной жаңағыдай қазатын сондай нелер бар ма агрегаттар негізі өзі вообще? Мынау Таразға кіріп бара жатқан кезде БНК групп деген бар ғой мына жақта. Қазір ауыл аманаты бойынша өтіп жатқандар бар ма? Ауыл аманаты 2,5%-бен кредит алған жоқсыздар ма? Ауылдарыңызға кірген жоқ па ондай? Агромагазинде айтып отырсыз ба? Иә, ана БНК групп деген бар ғой, сол жақта болу керек техникалар. Қазір тек нақты айта алмаймын сіздерге. Шынымен айтайын. Бірақ жаңағы ауыл аманаты көрші ауылдардан өтіп жатқан жоқ па? 2,5%. Сол жаққа обязательно етіп қойды ғой, өйткені ана не алады ғой, кооператив ашып техника алатын болса, сол БНК-дан отандық өнімдер екен ол жақта ше. Сол жақтан алады. Субсидия береді ол жерде, ол жерде. Дәрі-дәрмек беретін шығар, субсидияны біз береміз. Субсидия аласыз мысалы, иә? Оны қайтармайсыз ғой. Жоқ, енді дұрыс алсаңыз қайтармайсыз ғой. Не сұраған Магазин береді ағанда, дәріге, тұқымға субсидия. Гербицид, пестицид, минеральный удобрение бәріне төленеді. Тек қана құжат рәсімдеген кезде Одан кейін 250 миллионға комбайн жасаң, оның 30%-ын бермейді.
Где-то 4-5 ақ миллион береді. Ограничениесі бар ма деп сұрап ғой. Семинарлар болып тұра ма негізі ауданда? Техника бойынша. У нас было. Кафтан келе ма? Бір сөзіңді білейін, қазір мына енді Келген аудан. примерно меркеге қай уақытта келеді екен осы мына қаншаның мұрттарының несін білмейсің бе? Примерно қай уақыттара бар. Жоқ, мынау не бар ғой мынау? Чекпоинттің тұқымы меркеде тұр, уже Ақшолақта тұр, бірақ бұл несі қоймасы. 1300 пассивный несі бар деді, бұл әлі тұр қазір. Жалпы мыналардың бәрінде тұқым бар қазір. Бұлар қосымша тағалдырады да өйткен. Уже Именно КВС, қазір өзіміздің эксперимент жасаған КВС. Соны не болады? да меркенікі енді келеді онда. Енді келеді. Енді келеді. Кішкене КВС, кішкене мына несіне біздің жерге соответствие беріп. Жоқ, мына кісілердің менде қазір беретін болсам номерлері бар, мына кісілердің қалдырып кетемін сіздерге. КВС ең ана мерк зауыт, қан зауыты бар ғой? Иә, сол жерде. Мен былтыр Жалпы негіз Жамбыл облысында вот этот Байзақта соны как раз капельное расширениемен қан қызылшасын өсірген. Олар қайсымен жасады? қалай дейсіз? Қай тұқыммен жасады деген ғой. Білмедім оны. Әркім өзі алып береді. Қай жердегін айтып жатсыз сіз? Байзақ ауданында Капельныймен дейсіз ба? капельныймен істеді жаңбыр. Жаңбырлатып емес па? Жоқ, именно капельныймен. Біз как раз барып мен лекция оқығанда полияға барғанбыз. Соны көрдім. Айта алмаймын. Мына Байзақ ауданында көбінесе түрік ағайындар егеді ғой. Олар Турциядан прямой әкелді былтыр негізі көбісі. Субсидияға заявка берген жоқ. Пачкасын 30 мыңнан айналды ма, сондай болып кетті. Прямой әкелді да біреу арқылы. Сөйтіп еккендер бар. Субсидия алса, определенный магазиннен ғана алу керек па? Мысалға, мына Агротаймс мыналар, тоолар, олар аттестациядан өткен тұқым сатуға рұқсаттары бар да. Жалпы ала берсеңіз болады ғой басқа жерден, бірақ Получается, обогащаете вы же их же? жоқ, сізде ашыңыз то, сізде сатыңыз, разница жоқ бізге. Жоқ, разница жоқ, сіз ашыңыз то, ашыңыз, сөйтіңіз да, сізде әкеп тұқым сатыңыз. Мысалы, мына бір Абжапаров пен Агрономат былтыр ғана жас балалар Тараз қаласында тіркеліп тұрулар. Бұлар да сатып алып келіп жатыр, кукуруздан тұқым сатып алып келіп жатыр. Жалпы көзін тапқан адам сатып жатыр ғой. Менде сұрақ бар, мысалы, вот техникаға субсидиялар бар, да, тұқымдарға, гербицидтер, пестицидтер соған бар, иә. Бірақ мысалы мен басқа адамды өзіме алсам, соған субсидиялар жоқ, иә. Болмайды болды ғой. Рабочего. Жоқ, жер кімнің атында, КХ кімнің атында, соның атына ғана субсидия беріледі ғой. Сол арқылы сән. Человек, который Жұмысшы. Мен қазір жалпы бізде ол программа жоқ, жалпы ауыл шаруашылығы саласында бағдарлама жоқ, бірақ ауданда жұмыспен қамту, әлеуметтік қамтамасыз ету деген бөлім бар аудан әкімдігінде. Сол жаққа барсаңыздар, меніңше қателеспесем, мынау нелер бар ғой? Фазендада отыратын кісілер бар ғой? Қойшылар бар, солардың бәрін жұмыс ретінде тіркетті. Соның қателеспесем де мүмкін. 90 мың теңгесін мемлекет төлеп беріп отыр. Төлеп беріп отыр, ол бар бағдарлама. Одан кейін жаңағы шаруа қожалықтың егесі өзінің қосымша ақшасын төлеп береді. Сонда ол да бір жағынан алып қарасаңыз субсидия ғой. Көмек. Это чисто по аграрке, да? Иә. Ай сайын беріп отырсам, Ай сайын айлық есебінде. Если ты там творческое Мобилографтарға беріліп. нені бар? Мен қан зауытының есі жоқ па, телефон? Бар. Берем. Жалпы сұрақ болмаса, мына кісілердің номерлерін жазып берейін қағазға. Тұқым сататындардың. Тікелей сөйлесе берсеңіздер болады. А вас можно в чат добавить, чтобы если что, вопросы будут, напишем Жақсы. в чат. Жақсы. В чат фермеров, которые вот участвуют в Агроустас. Жақсы. Ол кісілер Қазақстан бойынша ма или облыс па? Жақсы. Болады. Жамбыл облысы. Ну, походу, да, сұрақ жоқ болса, ол короче. Хорошо. Рахмет сізге. Жақсы. Далеко приехал. Қай жақтан келдіңіз? Тараздан? Тараздан? Мен де Тараздан негізі. Қайтасыз ба? Жоқ, қазір Алматыдан. Алматысыз ба? Ананы білесіз ба, Ауданбекті? Ауданбек Тәжібайұлы ма?
Ерубай Ауданбек па? Менің бастығым болған ауданда. Менің бастығым болған ол кісі, мен районда жұмыс істеген. Сенің сөйлеген сөзің бәрі соған ұқсап тұрды. Туысқаныма деп қарап тұрмыз саған. Біз анау Талас ауданы жақ бәріміз бірдей сөйлейміз. Менің одноклассникім ол ауыл шаруашылығының бастығы ғой. Бастық еді, иә. Такой вопрос, если вот, мысалы, жаңа ұсыныс беріп жатыр ғой, вот как вообще людям обращаться, чтобы осы ұсынысты беру үшін қай жерге Прямой и өтініш деген не бар ғой? Сояқпен УСХ-ға жаза беріңіздер. Такой вопрос, если я в аренду хочу землю взять или купить, на это субсидия дается на две вещи, на аренду и на покупку? Жоқ, жерге берілмейді. На покупку и аренду? Жоқ, жерге субсидия берілмейді өзіне. Сатып алсаңыз ба егер? Жерді сатып алсаңыз? Жоқ. А егер мысалы сіз аренданы алсаңыз? Арендаға алсам дейсіз ба? Арендаға алсаңыз беріледі. Бірақ кімнің атынан бересіз? Хозяинның атынан бересіз. Арендаға алып, содан кейін субсидия ала беруге болады, иә? Трехсторонний договор. Қазір субсидия бидайға, арпаға, сапырға. Бәріне бар. Бар. осындай баға ма или басқа? Жоқ, бидайдың элиталы тұқымына 15%, бірінші репродукциялы тұқымына 20%. Яғни 10 гектар тұқымға. Өніміне жоқ, өніміне жоқ. Сафлорға бар, Чымкент заводқа өткізіп атты биыл. Көп өткізді, 200 миллиондай қаражатқа өткізді, мен қателеспесем. Жоңышқаға да жоқ, ә? Жоңышқаға тұқымына бар. Жоқ, тұқымына. Өніміне жоқ. Өніміне. Ұрығына да өніміне де бар. Сұрақшылығы бола ма? Вообще барлық мемлекеттік елдерде залы беріп, бәрінде де субсидия беріледі, бәрінде. Сіздерде не ондай жоқ, содан кейін қалай дейсіз, барлығына? Өнімді алады да, оның барлық өнімді олар таратпайды. Государство келіп, мемлекет өз алып кетеді. Бізде ондай жоқ қой, ә? Ондай жоқ бізде бар. Білмедім оны. Бізде бәрі жекеше. Оларда да жекеше. Министр отырады ғой, жоғышқа қанша процент дейсіз? Дәл солай, элитасына 15%, бұл гектарына беріледі. Өте аз шығады ол. Нені? Жоңышқан тұқымын сататын облыста нелер бар, шаруалар бар. Чатқа қоссаңыздар, мен жіберем сояққа сұрасаңыздар. Телефон номерлерімен бәрін. Шетелден келіп жатқан тұқымдарды алса. Шетелден келіп алса, бірақ тиісті құжаттар болу керек та уже. Қағаз болу керек бәрі. Менің базардан алып десек болмайды ғой. Базардан алсаңыз болмайды. Есть же такая процедура, когда ты анализ почвы делаешь, на это сдается, нет? Анализ почвы кім жасайды? Не, если мы сами своего человека находим, он предоставляет документы, что он официально анализ. Топырақ құрамын зерттеуге субсидия жоқ бізде. Казнал делает такое. Казнал, госкорпорация... Анализ. Вчера говорили, что аграрный институттан қычан ұрығын алып ектім да. Аграрный институттан 10 гектар ектім. Сонан көктемде шықты уже, жақсы осылы бір 2 сантиметрден көтерілген, 2 гектар түсіп болды да, 10 гектар полный түсіп кетті. Енді бір соның жаңағы ұрыққа шыққан ақша расход. Беруіңіз керек еді ғой, заявка беруіңіз керек еді ғой. Бермегенсіз көзіңіз. Алғаннан кейін сіз мысалы договорыңыз 1 жылға жарайтын қылып істеп береді олар бәрі. Бір жыл өтіп кетті, уже бере алмайсыз сізге договорыңыздың уақыты. Былтыр берсеңіз алатын едіңіз. Балам жібердім Алматыда ұрық алған жерге ше. Мен оларға барып білем ұрыққа шыққан ақшаның субсидиясы бар ма екен десем, олар айтты дейді, біз Жамбыл облысына біз субсидия болған не қыламыз, береміз Алматы облысына. Ондай жоқ, беруге болатын еді. Алматы облысына берсе бізге де болатын еді. Счет вопросы, бәрі қаншадан алғанымызды, қанша не алғанымызды. Өзіңіз профукали. Сонда полностью қайтарып бере ма? Полностью емес, 50%-ын қайтарып береді. Сіз қанша қалдыңыз? Бір пассивный дейінсе қанша қалдыңыз? Ол қымбат болған жоқ қой, бір 14 мыңнан болды ғой олардікі, по-моему. Енді береді ғой, ақшасын береді ғой. Ал страховка ше? Страховка жоқ бізде.
Қазақстан бойынша 5-ақ облыста бар страховка. Пока біздің облыс енген жоқ. Қай облыс? Жоқ, север жақтар. Север жақ. Правильно, Қызылшаға жоқ, да? Қандай? Қызылшаға жоқ. сол үшін скандал болып жатыр ғой қазір. Етпей алып жатыр деп операция жасап. Мынау бір мынандай ситуация бар осы жерде айтып отқан кезде ше. Космомониторинг деген бар ғой, жаңағы неден түсіретін ше, ғарыштан түсіретін. 1,5 метрге дейін поляны түсіреді екен. Иә, сөйтеді. Енді оны енгізейін десек, мемлекет енгізейін десе, көбі неде отыр? Субарендада отыр. Барлығы субарендада отыр, почти бір 60-70% субарендада. Ертең ол жаңағыдай субсидияға заявка берген кезде соны қорқады да жаңағы шаруалардың атынан, ненің атынан бергенге жаңағы. Мысалы, сіздің жеріңізді арендовать етіп алып ататын болсам, мен арамызда договор жоқ, сіздің атыңыздан ғана беремін да мен ше. Ақша сізге түсіп кетсе, тағы бермей қоямын деп қорқады да, одан кейін. Енді 2026-ға дейін реттелетін шығар, енді кейінге қалдырып. Негізі 23-те енгізіліп қояды деген сол кезде облыста қызылшашылар шулаған біраз. Одан кейін алдырған. Мен оқыдым ғой Инстаграмнан. Осындай жерді алып, етпей ақшасын сөйтті деп. Болған фактілер ондай. Ондай факті болды. Скандал болған, естіген. Болған. Мысалы мысалға мен бізде құзырет жоқ оны. Тек барып поляны қарауға жоқ бізде тексеріс. Онда жақсы ғой. Оперистерге жақсы деген ғой. Оперистерге жақсы ғой. Қалдаса сала алады, не за что. Сен 10 мың аласың, 5 мың қалдырған саласың, 5 мың төлейсің ғой? Кеткен жоқсың ғой сен оны. Енді 5 мың шана шығып тұр ғой сен? Мен соңғы сатып жібердім. Кім алған? Жақсы. Ладно, рахмет сізге. Өте жақсы айттыңыз. Рахмет. Тура сіздің сөйлегеніңіз менің анау Аударбегім сөйлегендей болып тұрсыз да? Мен қағазға жазып берейін бәрін. Қалдырайын сіздерге. Потом мен қосам, чатқа қосам. Жақсы. Басқа не сұрақтар бар екен? Ойланыңыздар. Дұрыс, егіңіздер, қорқпаңыздар, қант өте рентабельный не ғой, өнім дақыл ғой. Субсидияға алып тастап, қанттың бағасын 100 теңге қосылмайды. Білмеймін аға ғой. Ол жекеше ғой ол. Қызылшаға күліп айтты ғой жекеше. Қызылша күзге жоқ қалады ма Биылға өзгеріс жоқ пока. не қылмайды, көтерілмейді. Өзгеріс жоқ пока енді. Айта алмайды. Елге апарады еді, күзге таман. Елдің барысы. Апару мүмкін ба? Көтеру мүмкін ба? Елге апарады. Екі жақта да айта алмаймыз. Қант зауытынан да жауап бере алмаймын, мемлекеттен жауап бере алмаймын енді. Біздің қолда емес. Меніңше өспейтін сияқты. 26-та субсидия тоқтайды. Мүмкін. Сол кезде не болады бұл? Соға дейін қол аяқтарыңызды жинап алыңыздар. Елдің астынан өткен пластмасса шыны, судың астынан подземный полив деп отырған мына саламатты. Соған субсидировать етілген нелер бар ма? Подземное расширение найдет. Ол береді, оның бәрі сіз абонлығыңызға береді. Көрген емеспін. Субсидия бердіңіз бе? Подземное решение, капельный ма? Жоқ, капельное это капельное, а это подземное расширение. Подземное решение. Қолдан жасалған ба? Капельныйға беріп жатыр. Капельный мен анау дождевалка бар ғой, соған беріледі ғой, егеуіне. Құдыққа беріледі. Расширение бар ғой? Расширение бәрі. Наживальный, капельный бәрі. Солардың бәрі. Поливной жерге құдық ұра ма, ұрмай ма? Поливной жерге ұра бересіз ғой. Ұра бересіз. Жалпы құдықтың субсидиясында ол багара, ол поливной жер, не қарамайды, ондай жер жоқ. Ондай жер жоқ. Ондай талап жоқ. Ой жерге істемейтін шығар. Гидрологияның картасын жасап істемейтін шығар. Бізге ұрды, маған ұрды пазбища ұрды. Мен сол кезде мен айттым, поливнойға деп, поливнойға жоқ деді, тек қана пазбища. Пазбища 200 метр ұрып берді ғой маған мысалы. Жоқ, су шықты ма? Субсидироваться етілді. Су шықты ма? Енді мені поливной бар да, Мен осы өткен аптада ғана не қылған, осыны сұрақ біреу қойған. Мен анау бізде инвест отдел деген бір, соны сұрағанда айтқан, багара болсын, поливной болсын қарамайды деді, ондай не жоқ. 80-ге көтерілді деген. 80-ге былтыр көтерілді деген, биыл пока тыныш қой. Енді көтеріліп жатса, салады ғой, әлеуметтік жерге салады.
Жалпы бір сөзіңіз бірнеше мен например өзімде қазір кішігірім мына Қырғызстаннан келетін суды мен өзім көлшік істедім да алдын дамбысын жасап бұрын сәуір жүргізіп соны қайтадан бастан бүйтіп жасадым полностью. Енді ұзындығы 2 километр, ені где-то бір средний бір где-то 100 метр, 150 метр болады жер енді тереңдігі где-то бір әр жерде бір 10 метр болады, бір 3 метр, 4 метр. Енді қазір соны мен расширять етейін деп тұрмын да углубление жасайын деп отырмын қазір ше. Қазір ана экскаватормен жүрсем, олар сағатта 10 мың теңге, 15 мың теңге дейді. Соны например жасап үлкейтсек, соған субсидия бар ма? Ертең қазір су қоймасын жасайын деп пе едіңіз? Су қоймасы. Қазір например ол су Қырғызстанға қазір келіп жатыр. Қазір хорватты құйып жатыр да. Жаздың ортасына келгенде су тоқтайды бұл жерде ше. Сіз заңдық жинап аласыз ба аға? Заңды жинап аласыз ба? Договорыңыз бар? Крестьянский хозяйствоның жерінде да. Договорыңыз бар ма негізі жалпы? Жоқ, договор жоқ. Соны қандай несі бар? Шатақ қылып кассу шығармайды. Оған субсидия жоқ аға? Оны жаңағыдай расход неге? Жоқ. Одан сіз не істейсіз, суарасыз ба? Иә, бөлек суарамын. Мен келешексіз. Қанша поливка жетеді? Жазда қанша гектар суарасыз? Енді пока мен средний бір 2-3 гектар апарсақ деп отыр ғой соны. Жете ма? Қанша рет суғардыңыз? Жердің астынан өші. Орнық су. Мынау бергі жақтан Қырғызстанға келіп жатыр ғой, жазда бізде келмейді, тоқтап қалады. Жалпы не қойсаңыздар, счетчик қойыңыздар, биылдан бастап тексереді уже бәрін. Су келетін суына қояды ғой соны, қанша су? Білмеймін, қойып жатыр ғой. Скважинаға счетчик қойды. Скважинаға? Жоқ, скважинаға қоймайсыз ғой, су өзіңіз білесіз, скважинаға қоймайсыз ғой. Жоқ. Жоқ, мынау шу өзендері бар ғой, келетін су өзендері, Қырғызстаннан келетін өзендері бар ғой. Сол биылдан бастап уже кассушармен договорға отырасыздар ғой сіздер? Договорға отырасыздар ма? Сол кезде қалай аласыздар суды өзі? Айшын көз мөлшерімен ала бересіздер ма? Жоқ, су береді ме? Жоқ, аға, мынау биыл судың субсидиясын уже біздің Усуханның несіне функционалкасына енгізіп отыр, по-моему, қателеспесем. Суға да субсидия берілетін болады уже алдағы уақытта. Аға. Пока беріліп келген жоқ қой, бір жылдар берілді, кейін тоқтап қалды ғой енді биылдан бастап. Что-то январдан бастап бізде Горбата каналдағылар айтып отыр, что подорожает вода. Мүмкін енді айта алмаймын. Мен менің магистрантым капельный орошение есептеген кезде судың бағасын қарағанда интернетте былтыр судың бағасы азайыпты деді. По сравнению с другими годами. Солай болды ма? Интернетте сөйтіп жүр. Судыкін айта алмаймын. Табиғи ресурстар басқармасы айналысады. Сол түсті болды. Есептен. 110 теңгеге ма көтерілді? 30 теңгеге ма сонда биыл қайттан 100 теңгеге қайттан көтерілді. Арада келген менің қатысушылардың арасында biz antimonopoliya bo'yicha sudlarning